Жұрт Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауын жаппай талқылап жатқанда, елімізде жаңа оқу жылы да басталып кетті. Үлкен полигон алаңына ұқсайтын Қазақстанның білім саласында сынақтар әлі жалғасып жатыр. Бір министр бастаған реформаны екіншісі бел ортадан үзіп, өзі жаңасын енгізеді. Оны да соңына дейін жеткізуі екіталай. Білім саласында реформалар жыл сайын жаңарғанымен, проблемалар әлі сол ескі проблемалар. Мектеп пен мұғалім тапшылығы, хиджаб кию, орыс тілді сыныптар, ақша жинау, жемқорлық тағысын тағы. Бұл проблемалардың көбі сонау 90-шы жылдардан бері келеді. Назарбаев заманының мұрасы сияқты. Хиджаб демекші, биыл бұл мәселе бұрынғыдан да қатты көтерілді. Тіпті желтоқсаншы Қайрат Рысқұлбековтің інісі Талғат Рысқұлбеков қызым орамалмен білім алуына рұқсат етілмесе, иншаллах Шешенстанға көшемін. Мұнымен айтып отырған жоқпын, Алланың парызы. Біздің елімізге Алладан апат келеме деп қорқамын деген ол өзінің видео мәлімдемесінде. Иншаллах мен мынадай шешімге келіп отырмын. 1 сентябрьден қызымды орамалмен мектепке апарамын, кіргізбесе видеоға түсіремін, сөйтем да, иншаллах, енді біреулер Турцияға, біреулер Қырғызстанға, Өзбекстанға көшіп жатыр ғой, өйткені өзіміздің ұрпағымыздың ақыреті көшіп жатырмыз, жетіскеннен ғой дейсің ба. Мен иншаллах Шешенстанға көшемін, Рамзан Қадыровты белгілеймін. Кезінде Аллахтың қалауымен шешен халқын панамызға алды аталарымыз, бір нанын бөліп жеп, екі бөлмесін бір бөлмесін беріп деген сияқты, оны ақсақалдары шешендердің айтып жатыр әлімгейдің. Сондықтан біз де қарсы алады деп үміттенеміз, олар орамалмен оқытып жатыр. Сондықтан мен өзім Шешенстанға көшуге бел байладым, егер кіргізбесе. Сондықтан кімде-кім менімен бірге ілесем дегендер жекеме хабарласыңдар. 1 сентябрьден кейін, мен сол кездегі видеомнан кейін, иншаллах бәрі дұрыс болады. Мемлекетіміз конституция бойынша зайырлы мектеп мемлекет деп есептеледі. Мектепте зайырлы, сондықтан да оның үстіне 16 жылы бекітілген бұйрық бар. Оқушылардың киіміне, формасына қатысты. Ол ешқандай өзгеріске түскен жоқ. Сондықтан да мектеп формасы бойынша, талап бойынша оқушылардың барлығы мектепке оқушы формасымен бірдей келу керек. Жалпы бұл дауға ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтың билік позициясын дұрыс жеткізе алмауы себеп болғандай. Өйткені ол журналистер сұрақ қойған кезде Конституцияда зайырлы ел екенімізді айтты да, барлық киімге рұқсат етілгендей әсер қалдырды. Артынша ақталып, министрліктің формасы жайлы бұйрығын алға тартты. Күні кеше әлеуметтік желілерде Ақмола облысындағы мектепте болған жағдайдың видеосы тарап, әдеттегідей қоғамда резонанс туды. Баланың көптігінен оқушылар мектеп дәлізіне сыймай, бірін-бірі таптаған. Абырой болғанда қайғылы оқиғасыз аяқталды. Десе де мектепке облыс әкімінің өзі келіп, директордың жазаланатынын айтып кетті. Он не то, что с полицией, с диспетчером своим не может связаться. Сколько подготовки, сколько премьер-министр проводил эти совещания? Готовность школ кто-нибудь проверял вообще? И это после вчерашнего чрезвычайной ситуации. Вот если такая ситуация, я не знаю. Есть сейчас отработать. Ну как, давайте все школы отработайте. Тексергенде мынандай болып жатса. Слушай, не надо же, я вот с заднего хода зашел сюда. Міне, қараңыздар, Натиш. Мен сендер официально келген кезде дайындап қоясыңдар. А зачем такая показушная работа нужна? Все школы сам проверь. Есть. Проверь. Ну что за ситуация? Балаларға бір нәрсе болып қалса, ертең кім жауап береді? Бұл жағдайға мектеп директоры кінәлі ме, әлде мектеп салудың орнына көп қабатты үй мен ойын сауық нысандарын, бизнес орталықтарын салып тастаған әкімдер ме? Неге біздің билік әлсіздерді жазалағанды жақсы көреді? Дәл осындай проблема Қазақстанның кез келген облыс орталығында бар. Астанада жағдай тіптен қиын. Бір сыныпта 30-дан астам бала оқып жүр. Алтай Көлгінов әкім болғанда бос жатқан жердің бәріне үй тұрғызып, мектеп салуды ұмытып кеткендей. Зардабын әдеттегідей қарапайым тұрғындар тартып жатыр. Осындай кең байтақ жерде небәрі 19 миллион халықты мектеппен қамтамасыз ете алмаймыз. Ел болашағы жастардың қолында деп пафоспен сөйлегенді жақсы көретін билік, сол жастарға сапалы білім бере алмаса, болашаққа өз қолымен өзі балта шауып жатқан жоқ па? Бәлкім өз балалары жекеменшік мектепте, кең кабинетте, жайлы партада отырғандықтан проблемадан хабарсыз шығар. Бәлкім хабары болса да бас қатырғысы келмейді. Шындығы өздеріне аян. Я, қазір ақшасы барлар балаларын, ұл қыздарын қарапайым мектепте емес, жылына 4-5 миллион теңге төлеп жекеменшік мектептерде оқытады.
Астанада осындай жекеменшік мектептердің бірін басқаратын Нұрмұхамед Досыбайды бүгін әңгімеге тартып, білім беру саласындағы проблемалар, жаңалықтар туралы сұраймыз. Бізбен бірге болыңыз. Нұреке, қош келдіңіз. Енді қазір осы білім беру саласы қыркүйек басталғаннан бері шу жыл сайын болады. Ол жерде бірнеше мәселе көтеріледі. Тіл мәселесі, дін мәселесі, балалардың мектеп формасы, орын жетіспеушілік, балалар бірін-бірі таптайды, тағысын тағы. Жыл сайын көтеріледі, бірақ шешімін таппайды. Енді осы төңіректе аз-кем өзіңізбен сұхбаттасу үшін шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Нұреке, осымен бірнеше жыл қатарынан мектеп тапшылығы үлкен проблема болып тұр. Бірнеше емес, ондаған жыл десек болатын шығар. Біз енді Үндістан емеспіз, Қытай емеспіз, миллиардтаған халқымыз бар, сиғыз алмаймыз дейтін. Айналдырған 20 миллион, оның оқушылардың саны, қателеспесем, 4 миллион ғана. Осы баланы осы жылдар ішінде неліктен 100% қамтамасыз ете алмай келе жатырмыз? Бұған не кедергі болды шын мәнінде? Осы бағытқа жауапты мемлекеттік қызметкерлердің өзінің сұрау керек деп ойлаймын бірінші кезекте. Бірақ олардың әрекеттерін бағалайтын болсақ, онда бәлкім ең бірінші себеп сылтау деуге де болады, ол қаржының жетіспеушілігі сияқты. Себебі инфрақұрылым, бізде құрылыстың бағасы инфрақұрылымды ең қымбат инвестиция шығын ретінде өлшеп, мектептің жетіспеушілігін соны сылтау қылады көбінесе. Бірақ мен ойымша біздің бай мемлекетімізде сондай қымбат үлкен ұлттық жобаларға қаржы тауып жатқан кезде, имидждік мысалы, дәл сол сияқты да білім саласына да біз бір имидждік жоба деп қарай бастасақ, сондай бір призмадан қарасақ, сонда керекті қаржының бәрі табылатын сияқты. Және де соңғы жылдарда байқағаным, шында да сол бағытта бір имидж ретінде қарап бастаған сияқты. Оған дәлел, мынау білім саласына соңғы 3 жылдағы қаржыландыру 2 есе өсті. Әрине ол ғимараттарға емес, көбінесе мынау ұстаздардың жалақысын жоғарылатуға, ұстаздардың айлығын жоғарылатуға арқасында көбейді, 2 есе қаржыландыру. Бірақ дәл сол сияқты, мен ойымша, біз инфрақұрылымды да бір мақсат етсек, бір ең кем дегенде, ең көп дегенде бір 10 жылдың ішінде, ең кем дегенде 5 жылдың ішінде түбегейлі шешуге барлық мүмкіндік бар негізі. Бұл енді негізі әлеуметтік бағыт қой, мемлекеттің өзінің міндеті. Мұны бір ақталмайтын инвестиция ретінде сонда қарастырып келген ба дегенде ой туады. Бізде неше жылдан бері ұлттық жобаларға бөлеміз, басқа да зауыттар салуға бөлеміз, оның өзі бірақ бітпейді ғой соңына дейін. Жоқ, ол негізі олай айту дұрыс болмайды деп ойлаймын, себебі ол ақталатын инвестиция, бірақ ұзақ мерзімді инвестиция. Мысалы, бір зауыт бір бәлкім 5 жылдың ішінде құйылған бір 10 миллиард, 20 миллиард қаржы 10 жылдың ішінде қайтатын болса, білім саласына құйылған бірнеше триллион қаржы, ол бір 20 жылдың ішінде міндетті түрде қайтады. Бірақ ұзақ мерзімді қайтарым болғаннан кейін ол ұлттық деңгейде әсері болады. Мысалы, бір зауыт бұл өңірлік деңгейде болуы мүмкін. Ал бірақ білім саласына құйылған қаржы ол ұлттық деңгейде болады. Яғни ұлттық мүддені ойласақ, онда бірінші кезекте ұзақ мерзімді инвестицияға біз назар аударуымыз керек. Себебі кез келген дамыған елдің тарихында барлығы сол білім саласына, ғылымға өте көп қаржы құйған негізі. Енді сіз де қазір осы мектептер салу бойынша жобамен айналысып жатырсыз. Сіздердің нақты осы орын санын жеткілікті ету бойынша қандай жоспарларыңыз болып отыр? Шыны керек, біз осыдан бір 5-6 жыл бұрын осы саланы бір іс жүзінде жасап көрейік, бір кішкентай мысалдан деп жекеменшік мектепті ашқан болатынбыз. Инвестиция тартып, серіктестерді тартып, мықты мамандарды тартып, бір қазақи бір бренд құрайық деп бастадық. Және де нөлден бір мектепті концепциясын жоспарлаудан бастап, сосын сол жоспарды сызып, мектепке айналдырып, соның әр шаршы метріне шыққан шығын бәрін есептеп көрейік дедік. Бір сапалы бір бренд жасау үшін халықаралық дәрежедегі қанша ақша кетеді. Соны жасап 5 жылдың ішінде біз қазір фактқа негізделген бір ақпаратпен бөлісе аламыз. Және де бұл бір халықаралық дәрежедегі бір білімді айтып жатырмыз. Ал қазіргі жалпы көпшілікке қолжетімді мектептерді айтатын болсақ, мемлекеттің тарапынан беріліп жатқан ол 99% халық осындай көпшілікке қолжетімді білімді алып жатыр. Бірақ оның контексті мүлдем басқа. Ол көбінесе 2 ауысымда, сонымен қатар 3 ауысымда да мектептер бар, тіпті мынандай аварийный апаттық жағдайдағы да мектептер бар.
олардың контексті мүлдем бөлек. Енді біз айтып жатырмыз, біз ең былай халықаралық дәрежедегі стандарттарға сәйкес білімнің өлшемін көрдік. Енді қазір біздің көпшіліктің оқып жатқан білім, алып жатқан білімі мына деңгейде. Біз дереу мынаған секірейік деп отқан жоқпыз. Біз айтадық, қадам-қадаммен көтерілу жағын ойлап жатырмыз. Соған орай біз келесі ойға келдік, есептеп, бізге бірінші кезекте екі ауысымды мектептен құтылу қажет. Неге десеңіз, себебі балалар екі ауысымдық мектептің көптеген зияндары бар. Ол ең қарапайым зияны, ол балалар сапалы білім ала алмайды. Мысалы, ойлаңызшы, бала 11 жылдың жартысын бірінші ауысымда оқиды, таңғы 8-ден түскі 1-ге шейін. Қалған жартысын 6 жылын түскі 2-ден кешкі 7-ге шейін оқиды, мысалы. Және де бұл бір конституциялық негізде жазылған әрбір елдің азаматы сапалы орта біліммен қамтамасыз ету керек деген қағидаға да қайшы келеді. Неге? Себебі түстен кейінгі алынып жатқан білім ол көбінесе дұрыс сіңбей жатады. Өзім оған бір мысал ретінде, өзім кезінде мемлекеттік қызметте жұмыс жасағанда, Шымкент қаласының білім басқармасында мен бір зерттеп қараған тұғым. Оқушылар қай пәндерден ең көп кешігіп қалады, немесе көп пәндерге бармай қалады сабаққа. Сол кезде менің бір көзім жеткені, түстен кейінгі болатын кешкі уақытқа жақын таяғандағы пәндер көбінесе балалар бармай қалады. Қабылдамайды немесе. Себебі біріншіден қабылдамайды, екіншіден кешкі уақытқа көп адамның қарны ашады, физиолог тұрғыдан. Бағанағыдай ұйқы келеді. Содан кейін бала көбінесе жеңіл бағанағыдай нәрселермен айналысқысы келеді. Алайда ойлаңызшы, Қазақстанда 4 миллион бала болса, соның тең жартысы екінші ауысымда оқуда. Мысалы, соған байланысты не? Сонда тең жартысының екінші ауысымда оқу арқылы сапалы білімді толыққанды ала алмауы үлкен проблемаларға алып келеді. Біз балалардың құқығын кәдімгідей таптап жатырмыз, солай емес пе? Ол қысқа мерзімде олай қатты көрілмеуі мүмкін, бірақ ұзақ мерзімде ол ұлттық дамуды біз былай айтқанда тежеп жатырмыз. Себебі сол қандай пәндерді дұрыстап оқымайтынын қарасаңыз, сол жаратылыстану пәндері. Химия, физика, биология, ауыр пәндерді көбінесе балалар дұрыстап игере алмай жатады. Сондықтан біз таңғаламыз, неге біздің елден Нобель лауреаты жоқ, неге сондай мықты ғылыми жаратылыстар шықпай жатыр деген сияқты. Себебі барлығы мектептен басталады, мектеп қабырғасынан басталады. Сондықтан ең бірінші ұлттық бір мақсат біз үшін, мен ойлаймын, ол осы балаларды қайткенде азынан кешке дейін толыққанды оқитын, сапалы, қолжетімді, бір ауысымды мектеппен қамту керек. Оны біз жасасақ, біздің ел мүлдем басқа бір қарқынмен дамиды. Әлемде ешқандай дамыған елде екі ауысымды деген түсінік жоқ. Тек қана осы посткеңестік мемлекеттерде ғана осындай екі ауысымды форматтағы мектептер бар, бірақ сол посткеңестік елдердің ішіндегі экономиканың даму тұрғысынан ең мықты елдің қатарында Қазақстан бар. Және бізге бір мемлекет ретінде, ұлт ретінде де сәл жараспайтын сияқты. Тіпті бұл имидж мәселесі деп айтса да болады. Мақтанарлық бір дүние. Экспо қалай біз мақтандық, тура сол сияқты халықаралық статистикалар бар, OECD бар, барлығына біз көбінесе жүгінеміз ғой. Бағанағыдай Қазақстан PISA бойынша 53-ші орын болды деген сияқты, TIMSS бойынша барлық бағана көрсеткіштер бірденен жоғарылайды, егер біз балаларды азынан кешке шейін біліммен қамтысақ. Ол бірінші мәселе. Екіншісі, ол балалардан бөлек, былай айтқанда, ұстаздардың мәселесін шешуге көмектеседі. Қазір білесіздер, ұстаздардың ең үлкен мәселесі ол жалақы, ал жалақы бағанағыдай ставка негізінде. Яғни 16 сағат, 18 сағат дейміз, соның негізінде құрылады. Дамыған елдерде ұстаздар ставка бойынша жұмыс жасамайды. Тек оклад алады. Олар окладтық жүйемен жұмыс жасайды. 40 сағаттық еңбек аптасы. 40-тан аспау керек. 40-тан аспау керек, бірақ сол 40 сағаттың ішіне мектептің өзінің әкімшілігі бөледі. Кеңес берілген сабақ жүктемесі бар. Мысалы, 70% орта халықаралық стандарт. Бірақ мысалы, егер бағдарлама халықаралық болып жатса, мысалы швейцарлық IB бағдарламасы бар. Ол жерде кеңес берілген жүктеме 50%-дан аспаған дұрыс. Мысалы, 20 сағат қана сабақ береді, қалған 20 сағатын сол сабаққа қосымша дайындалады, бағанағыдай оқу материалдарын дайындайды, құралдарын, көрнекіліктерді дайындайды деген сияқты үй жұмысын тексереді, балалармен қосымша бағанағыдай офис
сағаттар болады, жеке балаларды қабылдап түсінбеген жерін түсіндіреді деген сияқты. Кейбір балалар ауырып қалады, кейбір балалар инклюзивті арнайы жағдайлар болады. Соның барлығына осы тұрғыдан егер ұстаздар 40 сағаттық жүктемемен жұмыс жасайтын болса, бүкіл мәселелер шешіледі. Ал қазіргі жалақы төлеу форматы осындай окладқа емес, ставкаға негізделген үшін өте үлкен бір проблема бар. Сағатқа талас. Мысалы, ол алып келеді мына білім министрлігінің бекітетін типтік оқу жоспары деген бар. Типо дейді. Туп деген. Орысшасы типовой учебный план, типтік оқу жоспарлары бар, типтік оқу бағдарламалары бар. Ол құжатқа сәйкес қай пән, қай сынып үшін қанша сағат мөлшерінде берілу керек деген бекітілген. Енді сол жерге мысалы сәл өзгеріс енгізе қалсаң, сол пәннің ұстаздары шыға келеді. Мысалы, соңғы уақытта дене шынықтыру ұстаздарының бір несін естідік. Неге? Себебі 1 сағатқа азайтты. 1 сағатқа азайту ол сол бір ұстаздардың жалақысының есебінен қысқарылады ғой. Сол сияқты көптеген бағанағыдай мәселелер ортаға шыға бастайды. Ал мысалы біздің типтік оқу жоспарларымыз халықаралық немен салыстыратын болсақ, қайтадан өте ауыр сағат санынан. Мысалы, біз біріншіден 11 жылдық оқу жүйесімен оқимыз, сосын 34 апта ғана бар. Сосын пәндердің саны көп. Бұлай айтқанда, балаларға қысқа уақытқа біз көп нәрсені бітіп сыйғызуға тырысамыз. Сондықтан бір бала бір тақырыпты, мысалы, тереңнен зерттеу үшін 3 сағат керек болса, бізде 1 сағат бөлінеді сол тақырыпқа. Сол үшін ол бір жылдың ішінде 34 тақырып өтуі мүмкін, бірақ тек қана тақырыптың атауы, сол бір фактілер ғана есінде қалады да. Ал сол тақырып бойынша тереңдеу үшін екінші сабағында ол біраз зерттеу жұмыстарын жасау керек, эксперименттер жасау керек, талқылау керек. Үшінші сабағында бағанағыдай қорғау керек деген сияқты тереңдеу үшін. Ал енді олай болу үшін бір тақырыпты 3 сағат бойы оқу үшін типтік оқу жоспарларына өзгеріс қажет. Бір жылда балаға оқытылатын пәндердің санына өзгеріс қажет. Мектептегі оқу жылының ұзақтығына өзгеріс қажет. Ал 11 жылдан 12 жылға созу үшін кез келген дамыған елдерде онда инфрақұрылым кептіріледі. Себебі қазір біз 11 сыныптың оқушыларын биыл мысалы шамамен 150 мыңға жуық оқушы, 170 мыңға жуық оқушы мектеп бітірсе, біз енді оларды сендер тағы да 1 жыл мектепте қаласын десек, онда орын керек. Ана жерден 1 сыныпқа баратын 500 мыңға жуық оқушы бар. Көрдіңіз ба? Түбінде айналып келіп инфрақұрылым мәселесіне тіреледі. Сондықтан соңғы жылда енгізілген жақсы жүйе бар, жан басына шаққан қаржыландыру деген. Кезінде балапан бағдарламасы естірілді ме? Балабақшаны қамту мәселесі шешілген кезде мемлекет не істеді? Айтты, кез келген кәсіпкер өзінің ғимаратын мынандай санпин нормаларына сәйкес келсе, онда соған балабақша ашуына болады, рұқсат. Біз келген бала басына қаржы бөлеміз деді. Тура сол жүйе өзінің жетістігін дәлелдегеннен кейін тиімділігін. Әрине қиыншылықтар да болды. Біреулер қалай айтсам, мертвые души, өлі жандар дейді ғой. Сөйтіп ақша істегендер де болды, коррупция жасағандар да болды. Әлі де жоқ емес. Бірақ оны цифрландыру арқылы, жалпы идеясы дұрыс қой. Идеясы дұрыс, Енді соны 2018 жылы жекеменшік мектептерге қаржыландыру жан басына енгізіле бастады. Соның арқасында ойлаңызшы, Қазақстанда соңғы 4 жылдың ішінде алғашқы 30 жылда ашылмаған жекеменшік мектептер ашылды ғой. 400 мектеп, жаңа мектеп ашылды. Бірақ ол мектептердің сапасына қатысты да сұрақ көп әлі де. Бірақ идея жалпы дұрыс. Енді сол бағытта ары қарай жұмыс жасау үшін енді біз тек қана жалданған ғимараттардағы мектептерді ашуды емес, біз кәсіпкерлерді толыққанды мемлекеттік мектептер соғылып жатыр ғой. 1000 балаға арналған. Сондай мектептерді соғуға арналған механизмдер, стимулдар жасау қажетпіз. Ол қазір жасалып жатыр деп білем. Бір ақыл кеңесімізде сұраған жақсы кейбір әріптестер болды, бірақ ол жеткіліксіз әлі де. Сонымен сіздер сол механизмді әзірлеп жатырсыздар өздеріңізде, біз жеке кәсіпкер ретінде, қоғам белсенділер ретінде осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жерде инвестицияға кептіріледі. Мемлекет өз тарапынан, мысалы, механизм тұрғысынан жерлерді уақытылы бөлу керек. Мысалы, тегін беру керек, немесе ұзақ мерзімді жалға беру керек. 50 жыл, 100 жылға деген сияқты. Сосын коммуникациялар бар, соны өткізу керек.
сосын барып жекеменшік кәсіпкер сол жерге өзінің бағанағыдай 1000 балаға арналған мысалы мектебін салу керек. Сосын мемлекет оған бағанағыдай не дейді аты, арзан ақша, кредит беру керек. Мысалы қазіргі даму несі бар, акционерлік қоғамы бар, кәсіпкерлерді қолдау. Немесе субсидия беру керек. Сол субсидия беріліп жатыр 6%. Алайда қазіргі мына жағдай, ушығып тұрған жағдайда 6% емес, тіпті 2%-ға шейін сүрсең де, ол өзін ақтайды. Неге? Себебі сол кезде көбірек инвестиция келеді бұл салаға. Мен ойымша, егерде осыны мысалы естіп қолдау табылса мемлекет тарапынан, бұл өте жақсы стимул болар еді негізі. Енді жаңа педагогтардың жалақысы туралы жақсы айттыңыз. Жалақы көтерілді дегенмен сағатқа талас басталды. Педагог мәртебесі туралы заң қабылданды. Бұның Аймағамбетовтің үлкен жетістігі деп қарастырды. Сол үшін де мұғалімдер жақсы көретін шығар. Бірақ осыдан мұғалімнің шын мәнінде мәртебесі өсіп кетті ма? Оны мұғалімнің мәртебесін негізі немен өлшеу керек? Оның жалақысымен өлшейміз бе, тәжірибесімен бе, біліктілігімен бе, сый-құрметінің артуымен бе, ол қандай бір критерий? Негізі мен өзімнің пайымдауым бойынша бұл бізде мәртебе деген айлыққа тіреліп қалды. Мысалы бұл шындығына келгенде бұл заң бізде білесіз ғой, Қазақстанда бір үлкен көлемде қаржы бөлу үшін бюджеттен біріншіден үлкен кісінің мемлекеттің басшысының аузынан бір жерде айтылу керек. Бір орталарда, бір конференцияларда, сосын барып ол негіздеме ретінде ары қарай астыға түсу керек, есептеу керек деген сияқты, сосын бір заң ретінде шығу керек. Түбінде бұл заң, мен ойымша, өте үлкен осындай бюджеттен шығындарын негіздеме ретінде болу үшін қабылданды. Сол тұрғыдан ол өзінің бюджеттен трансферт алу. Әрине, сол тұрғыдан бұл заң өзін ақтады идея тұрғысында. Бірақ нағыз ұстаздың мәртебесіне келетін болсақ, оны басқа жолмен де шешуге болар еді. Мысалы, бағана айтылған дүниелер. Мысалы, егерде біз ұстаздардың жалақысын көтеру мәселесі емес, керісінше ұстаздардың жұмыс жасау ортамын жақсартсақ, ұстаздар сағатқа таласпай, азынан кешке шейін өзінің мектебіне түзу барып, түзу қайтса кешкі уақытта, мысалы, өздерінің бір сыныбы болса, мысалы қазір ақша жетіспеушілігінен, ұстаз жетіспеушілігінен кейбір жағдайларда бастауыш мектебінде ұстаздар 2 сынып алған жағдайлар бар. Мысалы, сол нәрсе болмаушы еді. Ол айналып келген кезде бұл бір проблеманың жүйелі стратегиялық тұрғыдан дұрыс қарап шешімді ұсынуға келіп тіреледі. Мысалы, екінші мәселе ұстаздардың әрине де мынау қағаз бастылық дейміз, бағанағыдай құқығы тапталып жатыр. Оған қатысты мысалы тиісті кәсіподақтар бар. Кәсіподақтардың дұрыс функциясын атқару арқылы да ұстаздың мәртебесін көтеруге болар еді. Неге? Себебі ұстаздардың барлығы айналып келген кезде жыл сайын кәсіподаққа не төлейді? Жарна төлейді. Бірақ сол кәсіподақтар өзінің функциясын дұрыс атқармай келе жатыр. Тек жаңа жылда ғана подарка береді, Мысалы, соның ішінде белсенділік танытсаң, пысықтау болсаң деген сияқты. Сондай дауларын көтеретін негізі солар ғой. Мысалы, ал бізде өкінішке орай кәсіподақтардың осындай бір кейспен мықты жұмыс жасаған біз осыған дейін еш көрген жоқпыз. Соңғы уақытта жаңадан сондықтан не болу керек? Дұрыс нарықтық тұрғыдан бәсекелестікпен дамитын кәсіподақтар пайда болу керек. Сонымен мұғалім мәртебесі туралы заңның мақсаты мәртебе көтеру емес, бюджеттен қаржы алып басқа да мақсаттарға жұмсау, білім беру саласындағы. Түсінігім бойынша солай болды. Әрине мәртебесіне кішігірім әсер етті, бірақ ол айналып келгенде бір заңмен мәртебе қорғалып кетпейді дегенім, ол механизмдар болу керек. Ол заң жазылды, бірақ сол заңның тармақтарына сәйкес мәртебесі қорғалып жатыр ма? Бірінші кезекте кез келген ұстаз негізі өзінің мәртебесін өзі қорғай алатын дәрежеде. Егер де өзінің құқықтарын білсе, Қазақстандағы заң жүйесін білсе, мысалда, жұмысқа, мысалы, өзінің еңбек терімен орналасқан болса, мысалда, біз енді шын айту керек қой, әртүрлі жағдайларды естиміз ғой, ұстаздар, мысалы, көптеген қазір сертификаттарды бағанағыдай өтіріктен жасап, сатып алып жатыр дегенде сын айтылып жатыр, ол рас. Сондықтан ұстаздардың егерде өздері біліктілігі жағынан мықты болса, өздеріне сенімді болса, мысалы, олар нарықта өз орнын табады. Мықты ұстазға әрқашан жекеменшік мектепте көзін бағанадай салады, автономдық мектептерде көзін салады. Тіпті соңғы уақытта халықаралық шетелдегі мектептер қазір ұстаздарымыздың көз салып жатқан, сұратып жатыр, кетіп жатқан ұстаздар бар. Сонымен бұл соңғы 3-4 жылда мұғалім мәртебесі көтеріліп кетті деп айта алмаймыз. Солай ғой?
жалпы алғанда айлық жоғарылады деп айтайық. айлық жоғарылады деп айтамыз. Енді тағы бір шу тудырған мәселе, әсіресе Астанада ғой деймін, балаларын орыс сыныбына беретін ата-аналардың көбеюі. 40% балалар бірінші сыныпқа орыс сыныбына барады деп жатыр. Енді екі түрлі пікір бар. Бір ата-аналардың өзінің таңдауы, екіншіден қазақ сыныбында орын жетіспейді деп жатыр. Бұл дабыл қағатын құбылыс па, әлде қалыпты жағдай ма? Сіз қалай ойлайсыз? Осыған сіздің реакцияңыз қандай болды? Енді бұл жерде мына нәрсені түсіну керек. Ата-аналар орыс тілінің жалпы біздің қоғамда, біздің мемлекетте әлі күнге шейін ресми дейміз ғой, статусы әлі күшті болып тұр, өз күшінде. Мысалы, егерде біз төменгі бағанада көпшілік халық тарапынан бір реакция, ол көбінесе мемлекетте жалпы қабылданған бір түсінікке, жүйеге, заңдарға сәйкес жүреді. Сондықтан біз қоғамдағы құбылысты біз біріншіден заңнамалық құбылыстардан алу керекпіз. Егерде конституцияда нақты белгіленсе, мысалы өзіміздің қазақ тіліміздің, ана тіліміздің статусы, орыс тілі сол шетелдегі кез келген ағылшын тілі сияқты статуста болса, онда әңгіме басқаша болады. Дәл қазіргі уақытта қателеспесем, орыс тілінің статусы әлі күнге шейін мемлекет құжаттарда, орындарда қолданылады, қатар қолданылады. Сондықтан да бәлкім қоғамның бір бөлігі орыс тілінің әлі де ықпалы осындай ғой, мемлекеттің тарапынан осылай қолдау тауып тұр. Неге біз өзіміз бір азамат ретінде осы заңнамалық кеңістікте өмір сүретін өзіміздің құқықтарымызды пайдаланбасқа? Неге біз орыс тілінде білім сапалырақ деп есептейміз? Балаларымыз орыс тілді болып өсті. Неге біз орыс тілді сыныпқа бере алмаймыз деген наразылық тудыруы ол бір заңды құбылыс сияқты. Сондықтан біріншіден сол мемлекеттік деңгейде статусы белгіленсе, сол кезде айтуға болады, біздің елде орыс тілінің статусы ағылшын тілінің статусымен бірдей. Сіз мектепке келіп ағылшын тілінде сабақ бер, ағылшын тілінде ұстаздар берсін деп қалай талап ете алмасаң, сол сияқты орыс тілінде де сабақ бер деп талап ете алмайсың. Ал қазір сондай талап етуге негіз бар. Сондықтан бір мектептің директоры, ол бағанағы талап, қоғамның тарапынан келіп жатқан үлкен талапқа кейде қалай жауап берерін білмей қалып, өзімен өз қалып жатады. Сондықтан бұл жерде бір позицияны нақты, оны мектептің директоры емес, білім басқармасына емес тіпті, ал министрлік қабылдау керек. Министрлік деңгейінде бұйрықпен нақты тарап таңдалу керек. Сол кезде қоғамдағы екі түрлі бағанағыдай ненің болуы азаятын сияқты. Әрине сұрақ пайда болады, бірақ ол кезде сол қоғам өзінің сұрағын мектептің директоры емес, ештеңе шешпейтін, білім басқармасына емес, тікелей министрге сұрайтын болады. Сондықтан бұл сұраққа менің ойымша құзырлы органның, мемлекеттік органның басшылары өзінің позициясын айту керек. Бірақ біз байқағанымыздай соңғы ситуацияларда көбінесе нақты позиция болмайды. Екі түрлі бір нақты позицияны ұстанбау арқылы қоғамда көбінесе дау туады. Енді орыс сыныбына барса балам білімдірек болады дегенді халықаралық тәжірибеге сүйенсек, сіз енді білім саласын неше жылдан бері зерттейсіз. Стереотип. Бала орысша оқыса білімдірек болады деген. Оны былай айту керек. Біріншіден, қанша мектеп бар болса, сонша түрлі сапа бар. Мына бес саусақ бірдей емес дейміз ғой. Өкінішке орай, елімізде неше түрлі мектеп болса, әрқайсысының сапасы әртүрлі. Көбінесе бірдей төмен деп айтуға негіз бар толық. Себебі статистика сүйенетін болсақ. Бірақ сол мектептердің ішінде көбінесе 70%-на жуығы қазақ тіліндегі сабақ беретін мектептер. Дұрыс па? Енді сол қазақ тілінде сабақ беретін мектептерінің 100 мектеп болса, 100 түрлі. Тиісінше ішінде мықтылар бар. Мықты басшысы бар, мықты команда жинаған, мықты жағдай жасаған, адал, әділ, сапалы тұрғызып. Бірақ сонымен қатар әлсіздеу мектептерде бар. Соған орай мәселе қай тілде сабақ берілуінде емес, мектептегі кадрлық әлеует, жасалған жағдай, қай өңірге де тіпті байланысты. Мысалы, солтүстік өңірде Қазақстанның әрине де орыс тіліндегі мектептердің, мысалы мен кезінде Қостанайда жұмыс жасаған уақытым болды. Қостанайда бір ғана мектеп бар тұғын қазақ тілінде беретін. Әрине де кадрлық тұрғыдан орыс тілінде беретін мектептерін сапалы мектеп табу оңайырақ болатын. Бірақ мысалы сіз оңтүстікке баратын болсаңыз, оңтүстікте мен ойымша қазақ тілінде сабақ беретін мектептерінің сапасы жоғарырақ болады. Неге? Себебі мықты қазақ тілінде кадрлар соқта көбірек шоғырланған. Астана енді бір сұрақ, бұл жерде енді барлығы бар сияқты. Ағылшын тілі де бар, орысы да, қазақ тілі де бар. Сондықтан ал енді бұл бір мәселе. Екінші мәселе, жалпы білім деген
білім деген былай айтқанда қай тілде қолжетімді болса, сол тілде көбірек сенің дамуыңа септігін тигізеді. Дұрыс па? Мысалы, жыл сайын білеміз, жыл сайын жаратылатын білімнің 90% ағылшын тілінде жаратылады. Сондықтан сапалы ғылым өнімдері, білімі, сен 100 жерден саныңды қағып, орыс тілінде немесе қазақ тілінде алам дегеніне қарамастан, ол білім сол ағылшын тілінде жаратылды. Ғалымдардың бәрі сол тілде ғылыми журналдарға шығарады. Сен ағылшын тілін білсең, сапалы білімге қолжетімділігің артады. Тура сол сияқты қазір мектеп контентіне келетін болсақ, оны мойындау керек. Орыс тіліндегі контенттің саны қазақ тіліндегі контенттің санына қарағанда көбірек. Ол YouTube болсын, қолжетімді бүкіл сериалдар болсын, оның графикасынан бастап, музыкасына, монтажына, жалпы орыс тіліндегі контентке ақша көп құйылып жатыр, нарық тұрғысынан. Қазақ тілінде контентті алып қараңызшы. Тіпті өзінің әкесі, шешесі, сондай қызық кейстер кездескен шығарсыздар. Өзі қазақи, мысалы, мықты, ауылдан шыққанда, бірақ Астанаға келген кезде өскен баласының ортасы, әке шешесі жұмыста күні бойы, баласы кішкентай балабақша кезінен бастап мультфильм болсын, басқасын орыс тілінде көріп келген, тілі орысша шыққан көп қызық жағдайлар болды. Әке шешесі өзі сондай қазақ тілінің жанашырлары, бірақ баласы орысша сөйлейді. Иә, бар ондай. Сондықтан бұл жерде енді мектептің кітаптарына келетін болсақ, әрине де орыс тіліндегі контент саны көп болған үшін орыс тіліндегі кітаптардың да сапасы, құрамы, қызық болу жағынан көбірек болады. Мен бұл жерде мемлекет тарапынан бекітілетін кітаптар айтып отқан жоқпын. Олардың бәрі бір келкі. Қосымша оқылатын, иә. Қосымша білім орыс тілінде көбірек. Ол үшін енді ата-ана ретінде кімді сен кінәлайсың? Иә. Бұл жерде нарық солай жұмыс істеп жатыр. Сондықтан мемлекет тарапынан бір қолдау болу керек шығар, қоғам тарапынан бір қолдау болу керек шығар. Қазақ тілінің статусын көтереміз десек, өте көп қаржы жұмсалу керек контентке. Ата-ананы бұл жерде кінәлай алмайсыз. Ешкімді кінәлай алмайсың бұл жерде. Мемлекетті кінәлау керек. Мемлекеттік саясат, мемлекеттік инвестиция қазақ тіліне контентке. Қазақ тілінің былай айтқанда брендке айналдыру керек. Орыс тіліне қатысты тақырыпты былай қорытындылайық. Кеше депутат Ринат Зайытов орыс әдебиетін алып тастап, орнына әлем әдебиетін енгізейік деді ғой. Оның өзі енді жүрегі орыс деп соғатын азаматтардың біраз өре түрегелуіне себеп болды. Шын мәнінде әлем әдебиетін оқыту деген ол логикаға сиятын дүние ғой. Себебі біз енді тек орыс тілін емес, әлем әдебиетін оқуымыз керек қой. Жоқ, әлем әдебиет деген кезде бұның ішіне оны бірақ қай тілде оқытамыз дегенде мәселе қай тілде оқытылады. Сосын ол әлем әдебиетінің оқу бағдарламасы мазмұнына сол орыс әлемінің де жазушылары бәрі кіріп кетеді ғой. Бірақ тек орыс әдебиеті ғана болса, ол жерде көбінесе орыс әлемі ғана кіреді да. Әлемнің басқа бағанағы Шекспирлар болсын, басқа жазушылар болсын, олар кірмей қалып жатыр. Сондықтан мен бұл ұсынысты былай айтқанда біздің жаңа ұрпағымыздың көкжиегін кеңейту ұсынысы деп қабылдағым келер еді да. Сол тұрғыдан бұл жақсы ұсыныс. Бірақ қай тілде оқытылады, бұл неге байланысты? Ол мамандар бар ма? Әлем әдебиетін оқытатын мамандар қай тілде бар болса, сол тілден оқытып бастап, бірақ айналып келген кезде мемлекеттік саясат тұрғысынан қазақ тілінде әлем әдебиетін оқыта алатын мамандардың санын көбейту керек, оған қаржы бөлу керек, грант бөлу керек, арнайы оқыту керек, ол бағытта жұмыс жасау керек. Бірақ бұл қайттан мемлекеттің құзыреті, мемлекеттің мүддесінде болу керек. Бір қоғамның мүддесінде емес, ұстаздардың мүддесінде. Саяси қолдау болу керек. Келесі биыл көбірек тұтанған дау ол хиджаб дауы. Жыл сайын көтеріледі, бала мектепке хиджаб киіп баруға, орамал тағып баруға рұқсат береміз ба, бермейміз ба деген. Бұл жерде мемлекеттің де, министрдің де нақты позициясы жоқ, жаңа айттық. Не болады демейді, не болады демейді, болмайды демейді. Болмаса діни басқармада нақты позиция бермейді, оны көріп отырмыз. Жаңа да өздерінің позициясын нақты білдірмей отыр. Жақында тіпті балам орамал тақпаса көшіп кетем деген бір радикалды ойлар айтқандар да көбейді. Сіз енді әлемнің тәжірибесін зерттеген маман ретінде мектеп пен дінді араластыру қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Бір позицияға келетін уақытқа жеттік пе өзі осы дүние бойынша? Енді мен дамушы елдерден гөрі дамыған елдерді көп араладым. Осы білім тәжірибесін алмасу мақсатында. ақш болсын, Англия болсын, өзім оқыған мемлекет, тіпті Дубай,
көптеген елдерді аралап бір қызық байқағаным, көптеген дамыған мемлекеттердегі мен барған мектептердің бәрінде бағана ғибадатқа арналған бөлме бар. Тіпті университеттерде де тура солай, мектептерінде тура солай. Әрине ол жерде ол мемлекеттің енді былай айтқанда тіпті мынау Америкада мысалы бір майор тағайындалып жатқан кезде немесе полиция тағайындалып жатқан кезде өзінің сенетін кітабының үстінде ант еткенін де көреміз. Болды ғой. Біреу бағанағыдай Инжіліне қойып ант етсе, біреу бағанағыдай Құранына қойып ант етеді. Сондықтан ол дамыған мемлекеттерде осы дін мәселесіне сондай бір қатты бір мән бермейді. Ол әр адамның сенімі өз жүрегінде ненің үстіне ант етсе, өзі біледі дейді. Ол тіпті мемлекеттік тағайындауларды айтып жатырмыз. Бәлкім символикалық тұрғыдан болуы мүмкін. Ол әр адамның өзінің жеке мәселесі. Олар не нәрсеге мән береді? Адамның құқығына, таңдауына, мысалы. Сондықтан бұл жерде егерде ақыры бұл мәселе соншалықты ушығып үлкен болып жатса, онда бізде әдет болды ғой, мысалы бұл айтқанда шахматтағыдай патовая ситуация. Мысалы құзырлы орган басшысы нақты позицияны айту керек. Зерттеп, жан-жақты бәрін өлшеп, таразып айту керек. Бізде негізі осылай, біздің позиция осылай. Бірақ бізде сол идеологиялық бағытқа жауапты кейбір кісілер бәлкім тарап таңдамай отырған себебі өздері әрі зерттеуін жасап үлгерген жоқ. Үлгермей жатыр. Мәселе соншалықты тез дамып келіп қалып жатыр. Аналитикалық институттар нақты зерттеп бір позицияға дайын болмай отыр. Ал ол өз кезегі позицияның болмауы мемлекеттік құзырлы орган тарапынан қоғамның ішіндегі дауға алып келеді. Сондықтан бұл жерде мемлекет бір позиция ұстану керек. Қоғамның өзін бір-біріне таластырып қоймау керек. Себебі қоғам онда бір-біріне қарсы қойса, онда олар тоқтамайды. Біреу жеңіп шығу керек, бір позиция жеңіп шығу керек, бір ортақ бір позиция қалыптасу керек. Ал енді мысалы орамалмен мектепке барғысы келетін азаматшалар, оқушылар, бүлдіршіндер, оларға бәлкім бір альтернативтік бір ұсыныс жасау керек. Мысалы, ақыры мектепке барғысы келмесе, онда бір қыздарға арналған мектеп ашылсын. Мысалы, неге бар ғой ондай мектептер бізде? Мемлекет бір шешім ұсыну керек те оларға. Айналайын ата-аналар, сіздер қыздарыңызға арналған, біз міне жан басына шаққан қаржыландыру береміз, сіздер оқыңыздар. Ол мемлекеттік мектеп болады, тегін оқыңыздар. Сол жерде жүре беріңіздер өздеріңіз деген сияқты. Бір конфликттің шешу жолдарын ұсыну керек та негізі. Ақыры мемлекет тарапынан ақша жоқ болуы мүмкін соны жасауға. Сенің ақшаң бюджеттегі ұлдар балалар бірге оқитын мектепке арналған. Онда сен оларға бағанағыдай қашықтан оқыту жүйесі бар. Бізде тіпті қашықтан оқыту жүйесінде рұқсат етпейді ғой. Нақты болады, не болмайды деп айтпайды. Пандемия кезінде амал жоқ, бәрі форс-мажор болып оқыды. Пандемия жоқ, қазір біз үйден оқытайық онда, қызымызды өзіміз оқытайық десе, оған да көнбейді. Мысалы, шетелде, дамыған елде барлық былай айтқанда шешімдер ұсынылған, таңдау бар. А бізде адамдар неге ушығады? Себебі таңдаусыз қалдырып жатыр да. Өзінің таңдауын қорғай алмаған үшін, бір ортақ шешім табылмаған үшін, ортақ шешім табылуға мүдделі құзырлы басшылар табылмаған үшін осылай ушығып жатыр. Сіз өзіңіз дегенмен де конституциялық ұстанымды қолдайсыз. Бала қандай киім кисе де өзі білу керек. Бұл жерде, егерде біз мысалы жекеменшік мектепті алатын болсақ, жекеменшік мектепке ата-ана, мысалы шетелде қалай? Әр ата-ана өз қалтасынан ақша төлейді. Жекеменшік мектепке мемлекет мысалы ақша бермейді. Ол жерде жекеменшік мектептің құрылтайшылары бар, сосын нарықтық жүйе бойынша ата-аналар бар, клиент ретінде. Ата-ана кім-кімді сұраныс пен ұсыныс қой. Кім-кімді алып кетеді, жеңіп кетеді. Соған байланысты келісім болады. Егерде мысалы мектеп өзінің позициясын ұстана алса, біздің мектепте орамал тағылмайды. Ата-ана көнсе оған ақшасын төлеп береді, көнбесе басқа жерге барады. Мысалы нарық. Ал мемлекеттік қаржы бар мектепте. Ол жерге мемлекет өзінің ұстанымын нақты белгілеу керек. Бізде неге ұстанымын нақты бекіте алмайды? Қорқа ма? Енді білім министрі дұрыс түсіндіре алмайды. Бәлкім бұған сол баяғы ескі жүйенің сана тұрғыдан әсері үлкен сияқты. Бәрібір біз сол посткеңестік одақтан шықтық, коммунистік жүйе болды, 70 жылдық бодандықта өмір сүрдік. Бір сананың еркінсіздігі бәлкім осы бағытқа жауапты адамдардың
санасындағы еркінсіздік ең үлкен әсер шығар. Ешкімді кінәлай алмайсың, солар сол жерде отыр, жауапты. Олардан тек қана осылай бағанағыдай ұсыну арқылы бір мәмілеге келу керек. Бірақ басқа мен бір жауап тапқан жоқпын. Жаңа заман, жаңа ұрпақтың, өсіп келе жатқан ұрпақтың көп мәселеге көзқарастары мүлдем басқа екенін өзіңіз көріп жатсыз ғой қазір. Біздегі басшылардың саяси еркі жоқ дегенмен мектептің директорларын жазалауға бәрі дайын тұратынын кеше өзіңіздің бір постыңызда көрсеттіңіз. Мысалы үшін Ақмола облысында балалар мектепке сыймай тапталып жатқан кезде жаңа әкім Ахметжанов барып, ішкі істер министрлігіне келген адам ғой, кіріп барып, ұрыс шығарып, сол жерде мектептің директоры жазаланды. Мысалы үшін орын жетіспеушілігі балалардың тапталып қалған үшін. Шын мәнінде дұрыс шешім қалай болу керек? Дұрыс шешім бағанағы осы эфир бойынша айтылған жүйелі қысқа жолы жоқ. Ең қысқа жолы бұл жерде отырып зерттеу керек, асықпау керек шешім шығаруға. Айту керек, біз бұл мәселені дайын болған жоқпыз. Мойындау керек та, біз бір жүйе ретінде, бір құзырлы орган ретінде бізде құзырлы орган бір қатесін барын, проблема бар екенін мойындау өте қиын. Себебі ол тікелей олардың репутациясына әсер етеді деп ойлайды. Дамыған елдерде шығады да, көп көреміз ғой, Оңтүстік Кореяда, шетелде біреу кінәлі болса, құзырлы, ол шығады да басын иіп, олай біз білмей қаппыз, қате кетіпті деп, сондай бір символикалық әрекеттер бар да. Бізде біз оны көрмейміз. Бізде бәлкім ойлайды, қазір мен қатемді мойындасам бітті. Абырой деген кетеді, намыс деген тапталады. Қалай мен, сосын жалпы ол бір мәдениет қой. Жалпы құзырлы органдардың ішінде сондай қатені мойындау мәдениеті, корпоративный культура дейміз ғой, бір құндылық ретінде қалыптаспаған үшін алғашқы бұл бастайтын да адамдар жоқ. Мен қазір бастап қойсам, ақ қарға сияқты болып қалам ғой дегенде бір қорқыныш бар сияқты. Сондықтан бір ол уақыт мәселесі, уақыт өзгере, қазір сондай жаңа буын мемлекет қызметкерлер келіп, батыстық форматта, бағана өзіміз көп жамандайды ғой біздің қоғамда батыстық форматта, бірақ шығыстық форматта, сондай бір адекватты форматта әрекет жасайтын, реакция жасайтын бар басшылар келу керек деп ойлаймын. Қорықпау керек, ең бастысы. Министр жақында ғана тағы ауысты ғой. Аймағамбетов енді өзінің реформаларын жасады, оқу жылының күндерін ұзартты. Мына Ғани Бейсенбаев келді, оны қайтадан қысқартып тастады. Жыл сайын бір пәндер өзгереді. Әр министр өзінің жаңалығын жасайды, мұны да айтып, бір үйреншікті жағдай болып қалды. Қазіргі министрге байланысты да әртүрлі пікір бар, ол реформа жасап жатқан жоқ деген сияқты. Сіздің өзіңіздің бір ұстанымыңыз, пікіріңіз бар ма? Енді біз бір қоғам өкілі ретінде, мен өзім қоғамдық кеңес мүшесімін. Біздің бір жасалып жатқан жұмыстан мен ең бірінші байқайтын қалай жүйесіздік бар тұғын, әлі сол жүйесіздік жалғасуда. Министрлікте? Министрліктің қоғаммен қарым-қатынасында айтамын. Министрліктің ішінде не болып жатқан мен толық білмеймін. Ал жалпы болып жатқан ситуацияларға, проблемаларға реакция болу тұрғысынан бір жүйесіздік байқалады. Әлде бір шыны керек бір сондай ситуация болды. Мен өзім ең алғашқы кездесуімізде сұраған тұғым. Көзқарасыңыз қалай мына проблемаларды жүйелі түрде дамуына көзқарасты білгім келген тұғын. Сол кезде берген жауабына сәйкес осындай неге ойға келдім да. Содан бері міне біраз уақыт өтті, байқаудамыз, үмітпен қараудамыз. Барлығы дұрыс болса дейміз, қолынан келіп кетсе дейміз. Ақыры кез келген министрға біз былай адамгершілік тұрғыдан қарау бар, жеке тұлға ретінде. Кәсіби тұрғыдан, адамгершілік тұрғыдан бәрі болып кетсе екен дейміз. Кәсіби тұрғыдан сын көзбен қараймыз. Сондықтан әрі сәттілік тілей отыра, кәсіби тұрғыдан көптеген жұмыстар әлі көңілден шықпайтынын айтуға болады. Қолынан келсе деп тілейміз. Сіздің сұрақтарыңызға қандай жауап ала алдыңыз сонда? Нақты қазір айта алмаймын, бірақ мен қанағаттанбадым деп қысқа қайыра аламын. Берген жауаппен қанағаттана алмадым. Түсінікті. Көңіліңіз толып тұрған жоқ. Сіздің ұстанымдарыңызға, ұсыныстарыңызға шын мәнінде байсалды қарап қабылдап жатқан жоқ. Жоқ, ол жерде біз ұсыныс жасаған жоқ, бір тек диалог сұрақ болған ғой, бір журналист форматында бір қалай сұрақ сұрайсыздар ғой, сол тұрғыдан. Бәлкім уақыт керек болған шығар жұмысы, бірақ енді қазір біраз уақыт өтті ғой. Қазір қарап жатырмыз, әлі де көңіл толмайды шындығын келген кезде. Біраз дұрыс жұмыс жасалса деп тілеймін. Бұрын Назарбаев зияткерлік мектептерінің беделі жоғары еді. Оқу сапасы да жақсы еді.
басқа елде үлгі тұтатын мектептердің бірі. Қазір бұл мектептердің Назарбаев кеткелі деңгейі төмендеп кеткен жоқ па? Бұл саяси жүйенің ауысуына байланысты құрбан қылып жіберетін бір жүйе емес пе? Осыны сақтап қалу қажет пе? Себебі оның атына да байланысты түрлі пікірлер айтылады, тіпті жабу мәселесін айтылады. Менің өзім жеке пікірім, мұндай брендтер, мектептер бір саяси тұлғаға байланбай мемлекеттің біліміне жұмыс істеу керек қой. Осыған байланысты сіздің ойыңыз қандай? Бұл жерде де қайттан бәлкім символикалық тұрғыдан бізде бір сондай атау қойған болу керек болған шығар. Енді мен ол мектептердің жаратылу тарихын терең білем деп айта алмаймын. Бірақ өзімнің тәуелсіз бір пайымдауым бойынша ол атау тек символикалық тұрғыдан сол тиісті заңдарға өзгеріс енгізіп, тиісті бір тәуелсіздікті алып беру үшін қажет болған шығар бағанағы министрліктен, заңдарынан. Себебі министрліктің ол заңдарынан тіпті жекеменшік мектептер тәуелсіздік ала алмай жүр. Сондықтан атауына қатысты бір көп проблема көрмеймін. Өзгеру, қоғам өзгерсін, ұнатпай жатыр, өзгерсін десе қоғам. Онда ол құқылы қоғам. Себебі ол қоғамдық бір мектеп, елдің қаржысына қаржыландырылатын символикалық өзінің рөлін атқарды. Енді өзгерсін десе қоғамды біз мәселе тыңдап үйрену керекпіз ол үшін. Сондай инструменттер болу керек. Қоғамның өзі тарапынан да сондай бір соңғы кезде дамып жатқан петиция деген жай дамып келе жатыр ғой. Қоғамның есейгендігінің көрінісі ретінде петициялар. Сол инструменттерді әділетті тұрғыдан дұрыс жұмыс істеуді қамтамасыз ету керек. Сол кезде біз осылай бір жекелеген эксперттердің пікірін емес, бұл әлеуметтік бір пікірді объективті тұрғыдан білетін боламыз. Жалпы атауына қатысты бір үлкен проблема көріп тұрған жоқпын. Өзгеру қажет болса, өзгеру керек. Ал мазмұндық тұрғысына келетін болсақ, әрине, мысалы, Назарбаев зияткерлік мектебіне бөлінетін жыл сайынғы қаржыға 20 мыңға жуық бала оқытылып жатыр. Ал мемлекеттік мектеп контекстінде оқытылатын жобамен 100 мың бала оқытылады сол қаржыға. 100 мың бала оқытылады. Бұл жерде түбінде екі жақта да қаржы осы елдің балаларына жұмсалып жатыр. Баланс жоқ. Жоқ. Мәселе 100 мың бала оқытылып жатыр ғой, сол қаржыға. Бірақ олар қандай білім алып жатыр? Сапалы білім алып жатыр ма? Олардың бәсекелі қабілеттілігі, тәрбиесі, ұлтжандылығы, адамгершілігі күшті болып жатыр ма одан? Олардың ата-аналары бақытты ма сол алып жатқан білімне? Мен ойымша, көбісі бақытсыз, көңілі толмайды. Бұл жерде Назарбаев зияткерлік мектептерінің бір жақсы көрсеткен түсінігі ол сапалы білім арзан емес дегенді дәлелдеп берді да. Сондықтан бұл жерде біз Назарбаев зияткерліктері мектептері символикалық тұрғыдан бір пилоттық жоба тұрғысынан соны көрсетті ғой. Енді біз түсіндік, сапалы білім алсын десек, онда бұл айтқанда әр бала басына кемде 2-3 есе көп қаржы жұмсау керек. Оны түсініп алдық. Енді ары қарай ништардың тағы да қандай функциясы бар? Ол мазмұнға қатысты жұмыс жасады. Мазмұнға қатысты ең үлкен жасалған жұмысы А. Б. Ол біліктілікті арттыруға қатысты. Мысалы, өте көп ұстаздарды мемлекеттік мектептердегі сол жүйедегі білікті ұстаздар оқытып шықты. Ол қосқан екі үлкен үлесі осы. Үшіншісі ол сапалы білім құны қанша екенін көрсетті. Біліп алдық нарықтағы құн. Міне сондықтан егерде қоғам қайтадан бұл мектеп өз миссиясын атқарды, енді тоқтатайық десе, онда қоғам шешсін. Қаржысын азайтсын, біліктілік арттыруды айналыстырмай қойсын. Мысалы, мықты мазмұнды жасатпай қойсын, мысалы. Ал жоқ керек болса, онда қайттан отырып, ары қарай келесі қадамдағы реформа қандай болу керек? Бұл жүйе қандай келесі 3 мәселені жабу керек? Осы сұраққа жауап іздеу керек та. Мен ойымша құртуға асықпау керек. Отырып, зерттеп, бірақ өзгеріс қажет екені анық. Мен де өзгерістерді қалаймын. Олар көп мықты инфрақұрылым құрылды. Көп шаруаны тындыруға болады сол жерде. Ең қарапайым мысал, білім басқармалары бізде, мысалы Астанада 100 мектепті басқарады ғой. Ол өте тиімсіз. Білім басқармасында өзім де істедім. 1-2 специалист 100 мектепті қалай қарап бітеді? Мысалы, тиімсіз. Ақыры біз мектептің басқаруын қоғамға сеніп тапсырмай ма? Өзі басқарғысы келе ме? Онда санын азайтып басқару керек. Және басқарған сапаға жауап беру керек, сол басқарушы тарап. Бізде білім басқармасы ештеңе жауап бермейді. Яғни білім басқармасы әкімдің KPI-ында
әкімнің басы білім сапасыз болған үшін кеткен ешқашан тарихта болмаған. Ақыры әкімнің басы кетпейді, ештеңеге жауап бермейді, онда ол мектептің басқарылуын сол мектептің өзіне қалдыру керек та. Шетелде бұны қамқоршылық кеңес деп атайды. Бірте сондай реформа жасау керек. Мектептерді ата-аналар шығу керек, айту керек. Біз кәсіби тұрғыдан өзіміз басқарамыз осы мектепті. Өздеріне заңдық тұрғыдан рұқсат алу керек, заңдық тұрған жауапкершілік алу керек. Англиядағы бүкіл мектептер қамқоршылық кеңес тарапынан басқарылады. Мектептің директорын қамқоршылық кеңес тағайындайды. Мектептің директорын қамқоршылық кеңес жұмыстан шығарады. 4 жылдан кейін 5 жылдық мерзімге сайланады да, жыл сайын ауысып отырады. Қамқоршылық кеңестің жұмысы, кез келген мектеп кірсеңіз қазір интернеттен, сайттан көресіз. Олардың күн тәртібінде қандай мәселе қаралды, директор қандай жауап берді, барлығы ашық тұр. Міне, осындай форматта ата-аналар өзінің мектебіне наразы болса, басқарылу тұрғысынан өздері басқарып бастау керек. Ол ата-анаға да емес, қоғам тарапынан тегін өз уақытын бөліп басқару керек. Енді ништар сол жүйелі бағанағыдай топтық басқару, бір 5-10 мектептің басқаруын бір мысалға айналдыру керек та. 20 мектеп бар болса, сол мектептердің статусын сәл жоғарылатып өңірдегі бір басқарушы орган ретінде бір 5-10 мектепті беру керек басқаруға. Ништің деңгейіне көтерсін кәнекей. Міне бұл қызық реформа. Қызық реформа. Рахмет ұсыныстарыңызға Нұреке. Амандықта, саулықта жүздесейік. Жақсы, сау болыңыздар.